Енді Сәке қайтадан өзіңізге сұрақ, сіздің нелеріңізге байланысты. Енді мынау САФ медиа компаниясының директорысыз ғой, жалпы медиа жобаларға қатысыңыз бар, оң жақ сол жағын қарап жүрсіз. Netflix фильмдерінде ЛГБТ көріністері кең етек жаюда. Және сонымен қоса екінші қысқаша айтып кетейін. Инста және ФБ сияқты парақшаларда, мысалы, осы ЛГБТ-ға қарсы бір нәрсе жазатын болсаңыз, бір нәрсе жариялайтын болсаңыз, сіз бұғаттап тастайды бірден. Болды кеше сондай. Шымкентте Қазақстан. Осыған қатысты не айта аласыз? Діндерінен шығарып жіберді деп Болды, кәдімгідей. Немесе жаңағы неңіз түсіп кетеді. Рейтингіңіз түсіп кетеді. Инстаграмдағы, немесе Фейсбуктағы қаралым бәрі бірден азайып кетеді. Таралымда азаяды. Осыған қатысты не айта аласыз? Енді жалпы айттық қой, бағана өзі Голливудтың тарихына назар салсаңыз, бұл таза ізгілікке қарсы бір соғыс ретінде басталды да, негізінен. Азғындықты насихаттаудың құралы ретінде басталды. Бұл алып отыр әлі күнге дейін бүкіл медиа саласын қолында ұстап отыр қазіргі уақытта. Өйткені білет, олар ақпаратқа ие болған, ол әлемді басқаратындығын, бұны жақсы білгендіктен, бұны қазір өздерінің үлкен бір қару ретінде ұстанып отыр. Ең сорақысы келе жатыр, сіздерге айтайын. Мынау Голливудта жақында былтыр, яғни 2020 жылы Голливуд және Оскар өзінің жаңа бір мәлімдемелерінің талаптарын шығарды, қарар дейді ғой, былайша айтқан кезде. Онда бұл 2024 жылы енгізіледі. Сондағы талаптарға келетін болсақ, мынау үздік Оскар жүлдесі әсіресе, Оскар жүлдесі алу үшін міндетті түрде бұл фильмде басты рөлде немесе екінші пландағы рөлдерде өте аз болған топтар бар ғой, нәсілдер, топтар, солардан болу керек деген. Оның ішінде жаңа ЛГБТ да кіреді. Яғни солардан болу керек. Екінші талабы жаңағы фильмдердің түсіру барысында 30%-тан кем болмау керек. Міндетті түрде ЛГБТ-ның өкілдері, мүшелері болу керек. Осындай шарт бар. Ел қатарлы жүру керек. Яғни фильм ұсынатын болсаңыз, қазір Оскарға үздік фильм номинациясына түсетін болсаңыз, қарайды сізден бірінші, кәдімгідей артында жаңағы сценарист болсын, оның артында жаңағы түсіретін оператор болсын, режиссер болсын, продюсер болсын, барлығы ең аз 30% болу керек. Ең аз 30% ЛГБТ өкілі болу керек. Ол болмаса, сіз үздік фильм болып саналмайсыз, Оскарға мүлдем, яғни үмітіңізді үзе беріңіз, және де ол өтпейді ол фильміңіз. Көріңіз, 2024-те бұл қабылданады, яғни күшіне енеді. Демек, не деген сөз? Алдымыздағы ұрпақты тек қана осындай сахналармен ғана көре аламыз. Сосын бұрыннан келе жатқан жоба болып тұр ғой енді. Бұл осыған келді ғой, осыған келе жатыр. Аздап ақсап. Екінші мәселе, жаңағы Netflix дедіңіз, енді әлемде қазір мәселен 190 мемлекетте бұл қызмет көрсетіп жатыр, бұл Netflix. Және де 2018 жылдың өзінде фильмнің өндірісі үшін ойлаңыз 8 миллиард доллар жұмсаған бұл. Сосын енді қараңыз, әрбір компанияның өзі жазылмаған бір заңы болады. Бұл Netflix-тің де жазылмаған өзі заңы бар, яғни өздерінің талабы шарттық тұрғыда, яғни заңдық тұрғыда бұл шарттарын бекітпесе де, бұл шарттар жүр, ол ЛГБТ-ні насихаттау және заңдастыру заңы. Және сол себепті бүгінде бүкіл ЛГБТ-ның фильмдерінде гомосексуализм, Netflix-дің бүкіл фильмдерінде гомосексуализм насихатталып жатыр. Қарқынды түрде насихатталып жатыр. Кәдімгідей. Оның ішінде педофилизм де бар, ол да насихатталып жатыр. Мәселен, Түркия бұған қарсы шығып кәдімгі бұны тоқтатқан еді, бір фильм, сериал келген болатын, таза педофилизмді насихаттаған. Айналайын, сен бізде мына жақтан тыям деп жатқан кезде, бұлар насихаттау, ертең сен бұған тыйым жасай алмай қаласың. Мәселен. Енді қараңыз, бұлардың барлығы не? Бұл ендігі алдағы жоспарлар, қазір мәселен Netflix бастады, не келе жатыр. Бұған дейін болмады деген сөз емес бұл. Бұған дейін болды. Бұған дейін көз үйрету мақсатында манипуляциялық жағдайлармен беріп отырды. Фильмдерде міндетті түрде бір актер сондай болады фильмде, бірнеше актер сондай болады. Соны жүргізіп келе жатыр. Оны қарасаң, мультфильмдерде бар. Мәселен, жақында ғана өзі насихаттап, мынау ЛГБТ-ні қолдау үшін бір 4 кейіпкерлерін, мультфильм кейіпкерлерін Pixar бар. Сол жариялады мәселен. Оның ішінде Спанч Боб бар. Яғни Спанч Боб гей. Балаларымыз соны өлтіріп тұрып көреді қазір.
белгісіз мәселен жынысы. Ойыншықтарын алып ойнайды. Енді ол Спанч Боб та бар дедік. Жалпы ол қарасаң мәселен Вперед деген мультфильм бар, ол жерде де бар, Симпсон да бар, Сейлор Мун да бар мәселен. Сейлор Мунды бәрі көрген балалардың көбісі мәселен. Одан басқа Арнольд дегенде бар, Артур, Футурама дейді, Гриффины дейді. Яғни қарап отырсаң бүкіл мультфильмде сіз осылардың өкілдерін көресіз. Балаларға қазір қатты осыны насихаттап жатыр, сіңіріп жатыр. Ол ойыншық болып қалады. Біз бүгінгі мәселе қарсы шығып айтқан нәріміз. Ол уже адамның түп санасында, бала шағамыздың түп санасына баяғыда сіңіп кеткен. Енді не істеді бұлар? Бұлар кіріп жатыр енді. Бұл мәселен біздің мынау экраннан кірсе, қазір есіктен кіріп жатыр. Алла сақтасын. Қақпадан кіріп жатыр. Демек не деген сөз, бұған цензура керек. Біз талай айтамыз. Мәселен, қазір бұны айтсаң, айтады, сенде параноик дейді, мәселен, анау дейді, мынау дейді, сөйтіп қабылдайды халықтың көбісі. Олай емес. Қалай тиямыз десеңіз, тек қана цензура қоясыз. Сен қарапайым мәселен балаңа дос іздесең, бір нянька алсаң да, қарайсың ғой, бұл сау адам ба, тексересің, не адам, зиян тимей ма. Тура сол секілді телевизорды ашсың ба, түсіріп жатқан өнімдердің бәрін қара. Бізде мәселен балалар телеарнасы бар, бірақ көп бала оны менсінбейді. Оларды жаңағы Никелодеон байлап тастаған өзіне, оны Марвелдің мультфильмдері байлап тастаған. Өйткені олардың сапасы өте жоғары болғандықтан біздікілер оған ілесе алмайды. Сондықтан балалар оны таңдап жатыр. Цветі, барлық. Оның мәселен, әлбетте мәселен, ол кино, мультфильм индустриясында жүргендіктен бұның жасалу процесстерінен біраз хабарымыз бар. Мәселен, 25-ші кадры деген ұғым бар, жалпы мультфильмде. Яғни не деген сөз, былайша айтқан кезде байқатпастан күллі жыныстық азғындықтарды мультфильмдерге салу. Қолмен салынады мәселен. Өте көп ондай мультфильмдерді аша берсеңіз, бәрін талдауға болады. Ашсаңыз мәселен, онда міндетті түрде барлығы бірақ жыныстық азғындыққа, нәпсісін қоздыруға, сөйтіп өзінің қарама-қарсы мәндегі адамдарға дейін, мәселен, ЛГБТ-ға дейін махаббатын оятуға баратын үлкен сахналар бар. Сондықтан бұған байқауымыз керек негізі. Енді бұлардың барлығы ол бүгінде бұның қасында жүріп атқан үлкен жаһандық жоспарда, жүйеде бұл бір кішкентай ғана бір саласы. Мультфильм дегеніміз. Бірақ жан-жақта кіріп жатыр негізі. Сондықтан енді мәселен кино саласына өте мұқият болу керек.